Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 39-шы сабақты талқылаймыз. Сабағымыздың тақырыбы мәтіннің құрылымдық бөліктері. 10-шы жаттығу құмырсқа мен қарақоңыз мысалын түсініп оқы. Құмырсқа мен қарақоңыз бір сыныпта оқиды. Құмырсқа күнде 5 алып, қарақоңыз 2 ала беріпті. Қарақоңыз құмырсқадан сенің жақсы оқуыңның сыры неде деп сұрапты. Оның сыры уақыт кестесінде. Қарақоңыз өзінің уақыт кестесін жасайды. Қалай жасаса да уақытын ойыннан артылта алмапты. Құмырсқа ойынға жетпеген уақытты сабақ дайындауға қалай жеткізіп жүр екен деп таңданыпты. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып, оларға жауап бер. Құмырсқа мен қарақоңыз қайда оқиды? Жауабы: екеуі бір сыныпта оқиды. Құмырсқа қандай баға алады? Құмырсқа күнде 5 алады. Қарақоңыз неліктен жақсы оқи алмайды? Себебі ол уақытын ойыннан артылта алмайды. Құмырсқаның жақсы оқуының сыры неде? Оның сыры уақыт кестесінде. Мәтіннің тақырыбы құмырсқа мен қарақоңыз. Негізгі ой уақытты дұрыс пайдалану табыстың кілті. Және мәтіннің басы құмырсқа мен қарақоңыз бір сыныпта оқиды. Құмырсқа күнде 5 алып, қарақоңыз 2 ала беріпті. Негізгі бөлімі: қарақоңыз құмырсқадан жақсы оқуының сырын сұрайды. Құмырсқа оның сыры уақыт кестесінде екенін айтады. Ал соңы: қарақоңыз өз кестесін жасайды, бірақ уақытын ойыннан артылта алмайды. Құмырсқа ойынға жетпеген уақытты сабақ дайындауға қалай жеткізіп жүр екен деп таңданады. Суреті берілген бөлікті көшіріп жаз. Құмырсқа ойынға жетпеген уақытты сабақ дайындауға қалай жеткізіп жүр екен деп таңданыпты. Мәтіннің басы оқырманды оқуға даярлайды. Ал негізгі бөлікте автор айтқысы келген басты пікірін білдіреді. Мәтіннің соңғы бөлік аяқтайды. Мәтіннің әрбір бөлігі азат жолдардан басталады. 11-ші жаттығу: мәтінді оқы. Жоспарға сүйеніп, оның бөліктерін анықта. Жоспар: көңілсіз суреттер, жан біткен суреттер. Меруерт табиғат көрінісін салмақшы болып қара қарындашын алды. Салған суреттері бір түрлі көңілсіз, солғын болып шықты. Бір кезде қолына түрлі түсті қарындаштар ілікті. Аспанды қара бұлт торлады. Жатыр-жұтыр сары найзағай ойнады. Жоғарыдан көкпеңбек тамшылар төпеп берді. Ал жерде ақ түсті шалшық сулар пайда болды. Мәтінде неше бөлік бар? Олар мәтіннің қай бөліктері? Қай бөлік берілмеген? Бірінші бөлік басы. Меруерт табиғат көрінісін салмақшы болып, қара қарындашын алып, салған суреттері бір түрлі көңілсіз, солғын болып шықты. Бұл көңілсіз суреттер бөлімі. Ал екінші бөлік, негізгі бөлікте: бір кезде қолына түрлі түсті қарындаштар ілікті. Аспанды қара бұлт торлады. Жатыр-жұтыр сары найзағай ойнады. Жоғарыдан көкпеңбек тамшылар төпеп берді. Ал жерде ақ шалшық сулар пайда болды. Бұл жан біткен суреттер бөлімі. Мәтінде неше бөлік бар? Мәтінде 2 бөлік бар. Басы, негізгі бөлігі. Қай бөлік берілмеген? Қорытынды бөлік, яғни соңы берілмеген. Онда әдетте Меруерттің суретіне риза болуы немесе суреттің көркем шыққаны туралы айтылар еді. Балалар, берілген тапсырмаларымыз аяқталды. Түсінікті болса, сау болыңдар. Келесі видеоларды көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.